Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah. 7 kunde tajvid үйрен кітабының 3-ші сабағын бастаймыз. Біз алдыңғы 1-ші, 2-ші сабақта мәт жайында өткен болатынбыз. Яғни мәттің 6 түрі бар екендігін үйрендік. Енді 3-ші сабақта идғам сабағына келдік. Идғам. Енді бұл идғамның 5 түрі бар. Осы 5 түрін өтеміз Алла қаласа. Қазір 3-ші сабақта идғамның 3 түрін өтеміз. Енді идғам дегеніміз не? Соны бірінші біліп алайық. Идғам сүкунды әріпті келесі әрекеті әріптің ішіне енгізіп, шәттәмен оқуды айтамыз. Демек, харакат сүкунды әріпті әрекетті әріпке қосып оқуды идғам деп айтады екенбіз. Яғни екі әріпті біріктіріп оқу деген сөз. Идғамның біріншісі ғунналы идғам. Ғунналы идғам. Демек, біз идғамды түсіндік. Енді ғунна дегеніміз не? Мұрын қуысынан шығатын дыбыс. Яғни ғунна дегеніміз мұрын қуысынан шығатын дыбысты айтады екенбіз. Жақсы, ғуннаны да идғамды да түсіндік. Олай болса, ережеге көшейік. Сүкунды нун немесе тәнуиннен кейін идғам әріптерінің біреуі келсе, сүкунды нун немесе тәнуин сол әріпке қосылып, шәддәмен әрі ғуннамен оқылады дейді. Сол үшін де бұл ереженің аты ғунналы идғам деп аталады. Яғни әрі екі әріпті бір-біріне қосып оқиды, әрі мұрын қуысынан дыбыстап шығарады. Сол үшін де бұл ережеге ғунналы идғам деп ат берген. Енді ережеде айтып отыр, идғам әріптері келсе дейді. Енді ғунналы идғам әріптері 4. Ғунналы идғамның әріптері 4. Яй, мим, нун, вау. Бұл әріптер ямну сөзінде жинақталған дейді. Яғни жаттап алу үшін ямну сөзін жаттап алсаңыз, демек бұл сөзде яй, мим, нун, вау. Осы 4 әріпті міндетті түрде жаттап алуымыз керек. Мысалға көшейік. Мән яқулу деп тұр. Құранда осылай жазылады. Енді ережеге салып көрейік. Ереже бойынша сүкунды нун немесе тәнуиннен кейін деп тұр. Мына жерде сүкунды нун бар. Қараңыздар, мән деген жерде сүкунды нун бар. Осы сүкунды нуннан кейін 4 әріптің біреуі келсе деп айттық. Сүкунды нуннан кейін яй әрпі келіп тұр. Олай болса, сүкунды нун немесе тәнуин деп айтқан болатынбыз. Сүкунды нун немесе тәнуин сол әріпке қосылып, әрі шәттемен, әрі ғуннамен дыбысталады екен. Яғни мына жердегі нун әріпі я әрпіне айналып кетеді. Осыны мұқият ете сақтаңыздар. Мән яқулу деп тұрса, мән яқулу деп оқимыз. Демек, әрі екі әріпті бір-біріне қосып оқыдық, әрі ғуннамен, яғни мұрынмен дыбыстадық. Мән яқулу. Мән яқулу болмайды. Яғни мән яқулу. Міне осылай дыбыстайды екенбіз. Келесі мысал, мин мәлин. Сүкунды нуннан кейін идғам әріптерінің біреу келсе дедік. Сүкунды нун келіп тұр, онан кейін не келіп тұр? Мим әрпі келіп тұр. Онда мим мәли. Осылай дыбыстаймыз. Келесі мысал, бәрқун яджалуна. Ережеге көрейік, тәнуиннен кейін, немесе сүкунды нуннан кейін деп айттық. Мына жерде тәнуиннен бәрқун, тәнуин келіп тұр. Енді бұдан кейін 4 әріптің біреуі келсе, қандай әріп келіп тұр екен? Тәнуиннен кейін яй әрпі келіп тұр. Онда бұл тәнуин я әрпіне айналып кетеді. Әрі ғуннамен, мұрынмен дыбыстаймыз. Бәрқун яджалуна деп дыбыстаймыз. Бәрқун яджалуна. Келесі, мин ни'матин. Яума изин на'иматун. Келесі, уауға мысал берейік. Мин варин деп тұрса, яғни ереже бойынша сүкунды нуннан кейін
вау әрпі келсе, яғни 4 әріп деп айттық. Яй, мим, нун, вау. Мына жерде сукунды мим, нуннан кейін қандай әріп келіп тұр? Уа әрпі келіп тұр екен. Олай болса, бұл сукунды нун әрпі вау әрпіне айналып кетеді. Қалай оқимыз? Миуәлин. Әрі мұрынмен дыбыстаймыз. Миуәлин. Келесі мысал. Ва шахидин ва машхудин. Илаху вахидун. Мына жерде тәнуиннен кейін илахун, тәнуиннен кейін не келіп тұр? Вау әрпі келіп тұр. Олай болса тәнуин вау әрпіне айналып кетеді. Илаху вахидун. Келесі мысал. Мәләу вәаддадә. Мәләу вәаддадә. Енді яйға мысал берейік. Хайран яраху деп тұрады Құранда. Біз енді ереже бойынша тәнуиннен кейін 4 әріптің біреу келу керек еді. Мына жерде қандай әріп келіп тұр? Тәнуиннен кейін я әрпі келіп тұр екен. Олай болса тәнуин я әрпін айналып кетеді. Хайран ярах. Осылай оқимыз. Хайран ярах. Келесі мысал. Расулун миналлахи. Міне осылай ғұнналы идғамды осылай дыбыстайды екенбіз. Келесісі ғұннасыз идғам. Яғни идғам деген не деген сөз? Бір әріпті келесі әріпке қосу деген сөз. Ал ғұннасыз деген сөз бұл мұрынмен дыбысталмайды деген сөз. Сондықтан ережеге сай оқимыз. Ережені оқып көрейік. Сукунды нун немесе тәнуиннен кейін ро немесе ләм әріптері келсе, сукунды нун немесе тәнуин сол әріпке қосылып, шәддәмен әрі ғұннасыз оқылады дейді. Ереже бойынша, енді біздің бұл ғұннаға қатысты ереже сукунды нун немесе тәнуинге қатысты. Осыны естен шығармауымыз керек. Алдыңғы бірінші, екінші сабақта мәт әріптеріне қатысты еді. Әлиф, вау, яй. Ал бұл ғұнна, яғни идғам, бұлар неге қатысты? Тәнуин немесе сукун нуннан кейін деп келеді. Мысалға көшейік. Мин роббихим. Сукунды нун келіп тұр. Онан кейін ләм немесе ро әрпі келсе деп айтқан болатынбыз. Ләм немесе ро әрпі келсе, сукунды нун немесе тәнуин сол әріпке айналып кетеді. Мына жерде қалай оқимыз? Мир роббихим. Ғафурун рахимун деп тұрса, ғафурур рахимун деп оқимыз. Мин ләдунка деген кезде қалай оқимыз? Мин ләдунка. Вәйлун ликулли деп тұрса, вәйлулли кулли. Вәйлулли кулли. Худаллил муттақина деп дыбыстаймыз. Вәләм якуллаху. Мына жерде де нун әрпі ләм әрпіне айналып кетеді екен. Енді үшінші идғам мислайн деп аталады. Идғамның ішіндегі ең жеңілі осы. Ережені оқып көрейік. Екі бірдей әріп қатар келіп, алғашқысы сукунды, ал екіншісі харакатты болса, онда ол идғам мислайн деп аталады. Ең оңай осы екен. Мысалға көшейік. Хәл ләкә. Екі бірдей ләм әріп тұр. Демек, бұны бір-біріне қосып оқи саламыз болды. Хәл ләкә. Юдриккум. Екі бірдей каф әрпі келіп тұр. Юдриккум. Фәмә рабихат тижаратухум. Асау ва кану. Келесі мысал. Би әййикумул мафтун. Вақад дахалу. Екі бірдей дәл әрпі келіп тұр. Соңғы мысал. Вәл яктуб бәйнәкум. Екі бірдей б әрпі келіп тұр екен. Осылайша идғамның үш түрін өткен болдық. Ва ахиру дa'вана анилхамдулиллахи rabbil alamin.